Жоғары Еуразиялық экономикалық кеңес отырысының қорытындысы бойынша Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Назарбаев, Ресей Федерациясының президенті Владимир Путин, Беларусь Республикасының президенті Александр Лукашенко Еуразиялық экономикалық одақ құру туралы шартқа салтанатты түрде қол қойды. Тұтастай алғанда құжат 4 бөлім, 28 тарау, 118 бап және 32 қосымшадан тұрады. Яғни барлығы 700 бетке жуық. Аталған одақ туралы шарт 2015 жылдың 1 қаңтарынан бастап күшіне енбек. Елбасының кедергісіз болашақ саясатын қолдау мақсатында 3 елге саяхат жасаған Тұрар Омаров жасаған еңбегімен қала жұртшылығына көрме ұйымдастырды. Өзіме ой келді, неге мен осы 3 елдің астанасын көріп келмеске деп Астана, Мәскеу, Минск қалаларына барып қайттым. Және осы көрмені әдейі ұйымдастырып отырмын. Біз 3 елдің Евразиялық экономикалық одағымен өзім қолдаймын. Әрі тарихшы есебінде маған өте қызық болды. Өзім осы тақырыпты зерттеу жұмыстарын жүргізіп жүргем. Және бүгінгі осы іс-шараны өткізуге атсалысып жатқан барлық ағаларға, апайларға көп рахмет айтам. Және бұл егер Евразиялық экономикалық одақ жұмыс істесе, 3 елге де өте тиімді, әсіресе кәсіпорындар ашылады, тауарлардың бағасы арзандайды. Және біздің Кентау қаласы облысымыздағы жалғыз моноқала. Біздің қаламыз негізі кенді қала, өнеркәсіпке бейімделген қала. Ал енді шекаралар ашылғаннан кейін біздің Кентауда өндірілген өнімдер, тауарлар экспорты ұлғаяды. 3 елдің тарихи жеріне сапар жасаған ұстаз суреттерге түсіріп кереметтей туындылар жасады. Жиынға қала басы бастаған жергілікті зиялы қауым өкілдері қатысты. Аталмыш көрме Кентау қаласында алғашқы мәрте өткізілуде. Мұндағы мақсат қала тұрғындарына, өскелең жастарға Еуразиялық экономикалық одақты насихаттау. Өзінің еңбек ақысын осында игі іске пайдаланған Тұрар Мәдениетұлына қала басы өз ризашылығын білдірді. Біздің Тұрар ұсынып отқан көрме бір алғашқы қарлығаштардың бірі сияқты. Өздеріңізге мәлім, жаңа айтып өттім, осыдан 20 жыл бұрын 1994 жылы Мәскеу мемлекеттік университетінің ғимаратында, соның қабырғасында біздің елбасымыз осы идеяны ұсынған. Евразиялық экономикалық одақ деген идеяны ұсынған. Ол кезде біз білетін болсаңыздар, одақ жаңадан отырап, сондай сепаратистік деп айтсақ та болады, сондай пиғылдар көп кезде бұл елбасының бұл ұсынысын көбісі ішінен қолдамаған, оған сенбеген деп. Бірақ өмір, уақыт сол елбасының ойын, идеясының өміршеңдігін, соның шынайы екендігін дәлелдеп берді. Біздің қоғамға, біздің елге алып келетін мүмкіндіктерін насихаттаумен соның алғашқы қарлығашы Омаров Тұрар. Өзі арнайы бастама көтеріп, оны осында жария етіп, содан кейін арнайы барып қайтып, 3 мемлекеттің астанасында болып, өмір тыныс-тіршілігімен танысып, оны жаңа келіп, қазір бүгін фотокөрме ұйымдастырып отыр. Мен ойлаймын, тағы да осы қаланың түрлі санаттағы халықтарына олай паш етілу керек деп ойлаймын. Сондықтан енді біз Тұрар тарихшы мамандығы бойынша да бұл өте қызығушылық танытқан олар. Сонымен қатар әкімдіктің атынан арнайы алғысымды айтып, осы өзінің жұмысына, осындай ойларының жүзеге асып жұмысында нәтижесін бере берсін деп тілеймін. Үш елдің одақтасу арқасында мемлекеттердегі тауарларды, қызмет түрлерін, капитал мен жұмыс күшін еркін тасымалдауға жағдайлар жасалады. Сонымен бірге, мүше мемлекеттер экономиканың негізгі салаларында келісілген саясатты жүзеге асыруды қолға алады. Сондай-ақ үш елдің шекарасынан өту кедергісіз болмақ. Жақсы зиялы қауым қарияларымыздың берген атасы болар, ата-анасының берген тәрбиесі болар, ұлтының елін сүйіп, жаңашыл болып, бір-екі ауыз сұхбаттасқанда білдіп, соншалықты елдің жүргін ұлын сүйіп тұрғандығын. Жиынға келген аға буындар өзі жас бола тұра осында игі істі қолға алып, оны баршаға паш еткен еңбегіне тәнті болып алғыстарын жеткізді. 2015 жылы іске асатын бұл құнды құжат мемлекетімізге мол табыстар мен жеңістер әкеледі деген үміттеміз. Жанна Әлімбаева, Давран Набиев, Тұран, Түркістан.